Қарапайым үйде бар заттардан осындай жұмсақ, мамықтай нан пісіреміз. Осы рецепті үйреніп алсаңыз, енді дүкеннен нан сатып алмайсыз. Қысқа уақытта хош иісті үй наны. Құрамына су, тұз, дрожж, ұн қосып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Қамырын дұрыс илесеңіз, наныңыз да дұрыс шығады. Иленген қамырдың үстіне бір ас қасық май құйып, тағы да илейміз. Бетін жауып, жарты сағатқа ашытып қоямыз. Міне менің қамырым ашып дайын. Пергамент бумагасын төсеп, қамырымызды соның үстіне қойып, жақсылап жайып аламыз. Содан соң бетін қайтадан жауып, тағы да көтерілуге 10 минутқа қоямыз. Қамыр тағы да көтерілу керек. Мен видеода көрсеткендей етіп, форма берсеңіздер болады. Сіз де отбасыңызға осындай нан пісіріп беріңіз. Және де комментарийге қалай шыққанын бөлісе кетіңіз. Бетіне жұмыртқаны жағамыз. Кунжут немесе әртүрлі өздеріңіз қалағандай әрлейсіздер. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді пешке 180 градуста 30 минутқа салып қоямыз. Нанымыз дайын. Видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.